Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Бүгін біздің ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Менің есімім Мамзеева Айман, домбыра пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің ашық сабағымыз Нұрғиса Тілендиевтің Ата толғау күйінің ортаңғы буынын әрі жалғастырамыз. Бүгінгі ашық сабаққа қатысатын оқушы 3-ші сынып оқушысы Болатхан Нұрсұлтан. Сабағымыздың мақсаты күйді түсініп, ырғақпен орындап, жеке жұмыс жасау, домбырамен күйді орындау. Ал Нұрсұлтан, сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Қалай? Жақсы. Сабаққа дайындығың жақсы ма? Көңіл күйің жақсы ма? Жақсы. Нұрсұлтан, сабағымызды бастамас бұрын біз психологиялық дайындығымызды жасауға, иә? Сабағымызды бастайық. Ешбір асып таспайық. Біліктілікті көрсетіп, білімділікті қолдайық. Міне, өзіміз айтып тұрғандай, бүгінгі біздің сабағымыз басқа күнделікті сабақтардан өзгеше. Сол себептен біз сабағымызда аспай, өзіміздің біліктілігімізді көрсетіп, білімділікті қолдап, ойымызды тиянақтап жеткізуге тырысайық, иә? Нұрсұлтан, үй тапсырмасын саған шар әдісі арқылы сұрақтар дайындап алып келдім. Мына жерде шарларды көріп тұрмыз, келе ғой. Осы шарлардан әр шардың артында сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап берсін. Күйдің құрылымы нешеге бөлінеді? Күйдің құрылымы 4-ке бөлінеді. Қандай? Бас буын, орта буын, кіші саға және үлкен саға. Тамаша. Келесі сұрақты оқиық. Ата толғау күйі кімге арналған? Нұрғиса Тілендиевтің Ата толғау күйі Жамбыл атамызға арналған. Жақсы. Келесі сұрақ. Қазақтың қандай күйлерін білесің? Күй дегенде біздің ойымызға бірінші келетін ол күй атасы Құрманғазы болғандықтан, оның күйлерін білу маңызды. Солардың ішінде мысалы Балбырауын, Сарыарқа, Адай және тағы да басқа күйлері білу керек. Және де осы өнерде туылған, осы шу өнерінде туылған Әбдімомын Желдібаевтың Ерке Сылқым күйін білмеген қазақ жоқ. Білмейтін қазақ. Өте жақсы, тамаша. Жақсы. Нұрсұлтан, осы сұрақтарға өзің жауап бердің. Бүгінгі осы сұрақтарымызға сылдырмақ арқылы бағалау. Мынау өзіміздің қазақтың ұлттық аспабы сылдырмақ. Осы сылдырмақ әдісі арқылы өзінің бүгінгі қазіргі сұрақтарға жауап берген жауаптарына қандай балл қоюшы едің? 1-ден 10 балға дейін қоюға болады. Айта ғой, неше балл қоясың? Мен сұрақтарға жауап бергенге 3 балл қоямын. 3 сұраққа 3 балл қоясың ба? Жақсы. Тамаша. Жақсы, отыра ғой. Біз мына жерден қазір Ата толғау күйінің өткен сабақта өткен бас буынды қазір бір қарап шығайық. Үйден айтадың ба? Размері қандай? 2-де 4. 2-де 4. Қандай белгілері бар? 2 белгісі бар. Қандай? Базис додис. Қағыстар қандай екен? Бір төмен 3 жоғары. Бір төмен 3 жоғары. Бірінші біздің өткен сабақта айттық. Бірінші нотамыз біздің әлді дыбыс, қалғандары осы әлді дыбысқа кішкене салмақ салып орындауымыз керек. Ойнай ғой. Енді мынау күйде біз қазір талдау жасап жатырмыз, күйімізге. Сол себептен бізге қазір ең бастысы таза дыбыспен орындау, Дыбыста үйде дайындалған кезде жаңағы дыбыстарын таза ойнау керек, таза перделерді басу керек, Біз домбыра осы күйді орындаған кезде тек қана осы күйді нотаға қарап ойнадым, жаттадым, орындап бердім ғана емес. Бұл жерде біз қазақтың ұлттық мәдениетін, дәстүрлі мәдениетімізді, музыка мәдениетін ойымызға сіңіріп өсіруіміз керек. Жалпы бұл музыканың саған пайдасы, адамның жанына тән азығы, жан азығы керек.
біз өзіміздің тәніміздің азығын күнделікті жаңағы 3 мезгіл 4 мезгіл асапатпен тәннің азығын беріп отырмыз. Ол бізге осы қазақтың күйлерінің барлығы, өнері болсын, жыры болсын, қай түрі болса да, бұл біздің рухани азық болып бізге бойымызға дариды. Сол себептен рухани да бай адам, тәні сау адам, ол толыққанды тұлға деп айта аламыз, иә. Сол себептен жаңағы осы рухани бай адам өзі адал азамат болсын, ол жамандықтан аулақ жүруіне кепілдік бар деп айтсақ та болады. Білмей ағыз. Пазыл әдісін дайындап келдім. Осы әдіс арқылы сабағымызды бастасақ. Мына жерде өзім көріп тұрған пазылдар тұр. Осы пазылды құрастырсақ, екі тұлғаның бейнесі шығу керек. Бастап көрші. Жақсы. Біз кімнің бейнесін көріп тұрмыз? Біріншісі Нұрғиса Тілендиевтікі, екіншісі Жамбыл Жабаев. Екіншісі Жамбыл Жабаев. Тамаша. Өте жақсы. Әрі қарай. Біз жаңа сабағымызда и арқылы жаңа технологияларды пайдаланып, екі осы ұлы тұлғаның қысқаша бір-біріне сұхбатын бейнероликтен тамашаласақ. Деген сағыныш сезіммен жыр алуы жамбыл рухына арнады. Домбыра халықтың жаны, жыры халықтың үні, жыр айтсам халқым үшін айттым. И арқылы бейнероликті Жамбыл атамыз өзінің сөзінде өлеңім өмірім, жырым жүрегім деп екі ауыз сөзбен өлеңі, жыры өзінің өмірінің мәні екенін жеткізді, иә. Жамбыл атамызбен Нұрғиса атамыздың тілдесуін көрдік. Енді осы екі тұлғалар туралы қысқаша қандай мәлімет айта аласың? Жамбыл Жабаев 1846 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген, 1945 жылы дүниеден қайтқан. Ақын, жыршы, айтыскер болған. Атақты ақын Сүйінбайдан бата алған. Нұрғиса Тілендиев болса 1925 жылы Алматы облысында дүниеге келген. 1998 жылы дүниеден қайтқан. Композитор, күйші, дирижер болған. 500-ден аса күй мен әні болған. Жамбыл Жабаев жыршы, ақын, айтыскер деп айтты, иә. Нұрғиса Тілендиевтің композитор екені, 500-ден аса шығармалары бар екені рас. Сонымен қатар көптеген кинофильмдерге музыка жазған. Бұл кісінің ең үлкен еңбектерінің бірі Отырар Саз атындағы оркестрді құрғандығы. Тек қана оркестрдің құрамында қазақтың ұлттық аспаптарынан құралған оркестр. Нұрғиса Тілендиевтің ата толғау күйін біз өткен сабақта жеке орындауда тыңдағанбыз. Бүгін осы Нұрғиса атамыздың өзінің ашқан Отырар Саз оркестрінің орындауында күйді тыңдап көрейік. Оркестр дегеніміз осы бірнеше қазақтың ұлттық аспаптарынан құралған. Орман аспаптар көріп тұрсыңыздар. Дирижер. Оркестрдің барлық музыканттары осы дирижердің.
тапсырма берілген. Осы үшеуінің біреуін таңдауыңа болады. Бірінші тапсырма менің атамның өсиеті деген тақырыпта шағын әңгіме жазуына болады. Толғау стилінде 2-3 жол өлең жолдарын шығаруға болады. Үшіншісі сурет салуға болады екен. Осы үш бөлімден қайсысын таңдайсың? Сурет салу. Онда мына жерде бізде қағаз қаламымыз тұр. Шөке сен өзіңнің суретіңді сала ғой. Қандай сурет саласың сен? Осыдан орныңды жақындап. Ненің суретін салдық? Домбыра Домбыра аспабының суретін. Неге бұл домбыра аспабының суретін салдың? Себебі домбыра Нұрғиса Терендиев және Жамбыл Жабаев мен де байланысып тұрған осы домбыра аспабы. Дұрыс айтасыз, иә? Бүгінгі бізді байланыстырып тұрған осы ортақ аспап ол домбыра аспабы екен. Тамаша, өте жақсы. Енді мынау сылдырмақ әдісіне өзіңнің осы шығармашылық жұмысыңды бағалап кете қойшы. Мен сурет салғанға 2 балл қоямын. Жақсы. Жақсы. Отыра ғой. Енді біз практикалық жұмыс жасаймыз. Біз күйдің ортаңғы буынын әрі қарай жалғастырып талдаймыз. Бұл күйдің басқа күйлерден ерекшелігі Нұрсұлтан. Күйдің барысында бірнеше темп өзгереді және бұл күйде шертпе күйдің де қағыстары, төкпе күйдің де қағыстары, ритмі де бірнеше рет өзгеріп отырады екен. Күрделі күй деп айтсақ та болады. Біз қазір ортаңғы буынды шертпе күй қағыстарымен асықпай талдайық. Ал ойнай ғой. Енді кілттің басындағы доны қалай ойнайсың? До тез ойна.
темпте нотаға қарап бірнеше рет ойнап келуіміз керек. Серіктік сәтін жасайық. Қағаз оркестр әдісімен жасаймыз. Жақсы. Серік қалды ма? Ұнады ма саған серіктік сәті? Қызық па екен? Жақсы. Бұл қағаз оркестр деп аталатын серіктік сәті. Енді Нұрсұлтан мынау сабағымызды синклейн әдісі арқылы талдау жасаймыз. Мына қағаз қаламды ала ғой, жақындап отыр. Жамбыл Жабаев тақырыбына синклейн жасашы. Бірінші зат есім 1, сын есім 2, етістік 3, сөйлем синонимді жасаймыз. Зат есім Жамбыл Жабаев, сын есім ақылды, әділ, етістік ойлайды, шертеді, шешеді, сөйлем Жабыл Жабаев, жыршы, жырау, синоним айтыскер. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Нұрсұлтан, енді осы синклейн әдісін өзің нешеге қалай бағалайсың? Неше балл бағалайсың бағалаушы едім? 3 баллыңды қоя ғой. Нұрсұлтан, біз бүгінгі жаңа тақырыбымызды пазл арқылы талдадық. Жаңа технология И арқылы ұлы тұлғалардың сұхбатын тамашаладық. Мәлімет бердің өзің. Ата толғау күйін отырар саз оркестрінің орындауында тыңдадық. Осы заттардың бәрін жасай келе бүгінгі сабақтан сен не түсіндің? Не үйрендің? Бүгінгі сабақта мен 2 ала тұлғамен таныстым. Және Нұрғиса Трендиев отырар саз оркестрінің құрғанын білдім. Жақсы. Екінші сұрақ, күйдің ерекшелігі қандай? Күйдің ерекшелігі ол жерде төкпе күйде, шертпе күй, және ілме күйде болады. Ілме қағыстарда, ритмдардың да түрлі өзгеруі бұл басқа күйлерден ерекшелігін байқадық, иә? Үйге тапсырма Нұрсұлтан, осы ата толғау күйін басқа да варианттарын тыңдап келеміз. Және сонымен қатар дыбыстың тазалығына көңіл бөліп, нотамен ойнаймыз, бірнеше рет дайындаламыз. Енді бүгінгі сабақтың сен түсінгеніңді, түсінбегеніңді бағдаршам әдісі арқылы бізге бағаласаң. Егер саған бүгінгі сабақ түсінікті болса, жасыл шарды таңда, орташа қабылдасаң, сары шарды таңдауына болады. Мүлдем ешнәрсе түсінбесең, қызыл шарды таңдауға болады. Сен қай шарт таңдайсың? Ала қойсын. Жақсы. Сонымен саған бүгінгі біздің үлкен тақырыбымыз түсінікті болды ма? Түсінікті болды. Жақсы, үйден дайындалып келеміз. Осымен біздің ашық сабағымыз аяқталды. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.